Так, бірінші себені жеңіл. Просто вариантта тексере салу керек. Мына жерде 3 пен 4-тің орнына қойып, жауабы 5 пен 6 болады. 5 пен 6-ның арасында көбейтіп қойсақ, қалған плюс болса шығады. Есеп тоже жеңіл. 3 пицца сатып алды, біріктіріп ақшасын қосады, 3-ке бөледі. Егер асылға қанша жетпей тұрғаны, ол 130 шығады. Так, ең мына просто тоже қиын емес. Қайсысы емес. Ну, типа мында Алина гүлдерді не кетпенмен, не күрекпен отырғызбады дейді. Сол кезде тырма, яғни Алинаға тырма, одан кейін бота күрекпен отырғызбады, оған кетпен, сонда күрек өзі кімге қалады, ол Нұргүлге. Мына жерде қосылып отырады, жауап 68 болады. Неге? Өйткені мына жерде мына екі санның қайсысы үлкен, сол қосылады. Мысалы 1 мен 2-ның қайсысы үлкен, 2 үлкен. Мысалы 2 мен 6-ның қайсысы үлкен, 6 үлкен. 3 пен 2-ның қайсысы үлкен, 3 үлкен. 3 қосылады, сөйтіп. Мына 6 мен 2-ның қайсысы үлкен, 6. 62-ге 6 қосамыз, 68. Мына жерде тоже жауаппен тексереді. Мысалы ермек барлық есептер дұрыс шығарған болса, қанша есеп шығарды? Допустим, ермек 4 есеп шығарды. Ол кезде Аслан ермектен 2 есе көп шығарды. И бірақ бір есеп қате жіберді дейді. Сол кезде ода 7. Кейін Жомарт ермектен 3 есе көп шығарды, бірақ 5 есеп қате жіберді дейді, 7. Сол кезде міне екеу теңесті, жауабы 4 болады.